Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыз неге адамдар әр түрлі деген сұраққа жауап іздейді. Сабақтың мақсаты дүние жүз халқының нәсілдері мен нәсіл аралық топтардың таралу аймағын анықтау, нәсілдік белгілердің қалыптастыру түрткі жайттарын түсіну, нәсілдердің теңдігін дәлелдеу. Енді осы мақсатқа жету үшін жер шарының нәсілдердің айырмашылығы неде және олар неге байланысты екенін білу керек. Енді балалар, өздерің мына суретке қарасаңдар, фотосуретте әр түрлі балалар тұр. Енді осыған байланысты біз нәсіл дегеніміз не екенге тоқтала кетейік. Нәсіл бұл ортақ тұқым қуалайтын сыртқы белгілері ұқсас адамдар тобы. Олар сыртқы белгілері өмір сүретін аумағындағы жағдайдың әсерінен қалыптасқан. Енді мына үш баланы қарасаңдар, сыртқы белгілері бойынша ғана ажыратылады. Енді мына Европа, Азия, солтүстік, оңтүстік Америка, Африканың солтүстігінде мекендейді. Терісі ақ, мұрны қырлы, ерні жұқа, шашы толқынды немесе жатық болып келеді. Монголоид нәсілдер жалпы халықтың 20%-ін алады. Олар Азия, солтүстік және оңтүстік Америкада мекен етеді көп жағдайда. Терісі сары, шашы салалы, қайратты, жақсы егі шығыңқы, мұрны тәмпіш, беті жалпақ, көзі қоңыр және қиғаш болып келеді. Экваторлық нәсілдеріміз халықтың 10%-ын алады. Африка, солтүстігі, оңтүстік Америка, Австралияда мекендейді көп жағдайда. Терісі қара, мұрны жалпақ, ерні қалың, шашы бұйра, жақсы егі бір шама шығыңқы. Енді жалпы халықтардың таралуын біз материктерден байқай аламыз. Дүние жүзі бойынша жалпы бұл нәсілдердің таралуын сендер жоғары сыныпқа барғанда география пәнінен өтетін боласыңдар. Жер бетінде жағдайларының өзгерісіне байланысты қазіргі адамдардың арғы тегі Азия, Африка, Австралияға 60 мың жыл бұрын, Европада 40 жыл бұрын және 30 мың жыл бұрын солтүстік Америкаға, 15 мың жыл бұрын оңтүстік Америкаға тараған деп ғалымдар дәлелдеген. Онда біз жаңа айтып кеткендей, нәсіл бұл ортақ тұқым қуалайтын сыртқы белгілері ұқсас адамдардың тобы. Олар сыртқы белгілері өмір сүретін аумағындағы жағдайдың әсеріне қалыптасады. Сондықтан балалар бұны дұрыс түсіну керек. Сыртқы белгілері бойынша ғана адамдар ажыратылатындығын. Онда нәсілдік құрам мен белгілерге тоқталайықшы. Европалық тектес нәсілдер терісі ақ, көздері көк, мұрны қырлы, ерні жұқа. Таралған аумағы Европа көп жағдайда. Екінші монголоид тектес нәсілдер терісі сарғыш, шашы салалы, қайратты, жақсы егі шығыңқы, мұрны тәмпіш, беті жалпақ, көзі қоңыр және қиғаш азиялық бөлікте өмір сүреді. Және үшінші экваторлық нәсілдер терісі қара, мұрны жалпақ, ерні қалың, шашы бұйра, Шри-Ланка аралында, Үндістанның оңтүстік жағында көп жағдайда мекендейді. Енді балалар, осыған байланысты біз нәсілдерді ешқашан бөлмейміз. Барлық нәсілдер өмір сүру деңгейі, құқығы тең болып келеді. Танымдық, шығармашылық және еңбек әрекеті жағынан бірдей. Қазақстан Республикасының өзінде бізде көп ұлттық елміз. Онда тұратын барлық халық өкілдер өздерінің тілдік, тарихи, мәдени құндылықтарды сақтайды.
өзге ұлт өкілдерін құрметпен қарайды. Енді балалар, осы сабағымызды қорытындылай келе бүгін үйге мынандай тапсырмаларды орындаймыз. Жалпы оқулықтың 87-ден 92 бетті оқып, өзіміз мазмұндаймыз. Одан кейін міне төменде фотосуреттер берілген монголоидтық, негроидтық, европалық нәсілдер. Осы нәсілдерге сәйкес келетін мына жерде белгілер берілді. Терілері қара, еріндері қалың, шаштары ашық түсті толқынды немесе жатық, көз қиғаш, шаштары салалы, шаштары бұйра немесе толқынды, терісінің түсі сарғыш, еріндері жұқа, жақ сүйектері шығыңқы, терісі ақшыл, қыр мұрынды, беті жалпақ деген осы 12 белгілер бойынша мына жауап кестесінде көрсетілген монголоидтық, европоидтық, негроидтық нәсілдерге тән мына сандарды мына жерге сәйкестендіріп қоямыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.